Бұл универсалды песочный қамырды кез келген құймалы пирогтарға қолдануға болады. Осы қамырдан бүгін сіздермен карамельді пирог жасайтын боламыз. Алдымен арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Песочный қамырды жасау үшін алдымен құрғақ заттарды, яғни ұнды, көпсұтқышты, қантты қосып араластырып аламыз. Кейін тоңазғышта тұрған салқын сары майды қосып, қолмен крошка жасап аламыз. Оған бір жұмыртқаны салып, барлығын біріктіріп қамыр елейміз. Егер сіздің қамырыңыз бірікпей жатса, 1-2 ас қасық салқын су құйып жіберсеңіз болады. Бұл қамырды көп елеуге болмайды, біріккен соң пакетке орап тоңазғышқа қоямыз. Қамырды жаймас бұрын пеште 180 градусқа қыздырып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырды өзіңізге ыңғайлы әдіспен жайып, формаға орналастырамыз. Мен біркелкі болу үшін оқтаумен жаямын, сосын жайылған қамырдың үстіне форманы қойып кесіп, артық шыққан қамырды біріктіріп қоямын. Қамырды формаға салып, жаңағы артық қамырды да оқтаумен жайып, ұзыншалап кесеміз. Кесілген қамырды жан-жағына жабыстырып, біріктіріп шығамыз. Сонда қамырымыз бір жері жұқа, бір жері қалың болмай, біркелкі болады. Оқтаумен артық шығып қалған жерлерін кесіп тастаймыз. Енді салмасын дайындаймыз. Бір банка вареная сгущенкаға 250 грамм қаймақ және 3 жұмыртқаны салып, біркелкі болғанша венчикпен араластырамыз. Содан кейін қамырдың үстінен құйып, бетін тегістеп, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минутқа қойдым. Рецепт бойынша 40-45 минут делінген, сондықтан өз пешіңізге де ыңғайлаңыз. Пирог піскен соң әбден суытып, кемінде 2 сағатта тоңазғышта тұруы керек. Сонымен пирогымыз дайын, ас болсын.